Біз бұл сабақта мейоз фазалары барысында не болатынын егжей-тегжейлі қарастырамыз. Мейоз кейде редукциялық бөліну деп аталады. Гаметаларды түзетін жасуша бөлінуінің түрі. Гаметалар деп біз жыныс жасушаларын айтамыз. Мысалы, ерлердегі сперматозоидтар және әйелдердегі жұмыртқа жасушалары. Мейоз жасуша бөлінуінің екі кезеңіне бөлінеді: мейоз 1 және мейоз 2. Мейоз 1 4 фазадан тұрады: профаза 1, метафаза 1, анафаза 1 және телофаза 1. Мейоз 2-де 4 фазадан тұрады: профаза 2, метафаза 2, анафаза 2 және телофаза 2. Енді мейоз 1 кезінде не болатынын қарастырайық. Профаза 1 диплоидты жасушадан басталады. Оның хроматині тарқатылған 2 жиынтық хромосомадан тұрады. Әр ата-анадан бір жиынтық. Хроматин құрамындағы ДНК репликацияланғаннан кейін ол бізге таныс X тәрізді хромосомаларға конденсацияланады. Конъюгация деп аталатын үдерісте әр хромосома өзіне сәйкес гомологты хромосомамен жұптасып, байланысады да тетрадан түзеді. Тетрада жұптасқан гомологты хромосомалардағы 4 еншілес хроматидадан тұратын құрылым. Хромосомалар ген деп аталатын генетикалық ақпаратты қамтиды. Бұл гендер әр ата-анадан тұқым қуалайды. Бір геннің әр хромосомадағы әртүрлі нұсқалары аллельдер деп аталады. Кроссинговер деп аталатын үдерісте гомологты хромосомалардың хроматидалары аллельдердің бөліктермен алмасады. Бұл рекомбинация деп те аталады. Кроссинговер әр хромосомада кездейсоқ жүреді. Нәтижесінде гендердің әртүрлі комбинациялары түзіледі. Сондықтан әрбір гамета генетикалық жағынан басқа гаметалардан өзгеше болады. Кроссинговер ұрпақта генетикалық әртүрлілікті қамтамасыз етеді. Сондықтан балалар өз биологиялық ата-аналарынан да, туған бауырларынан да ерекшеленеді. Профаза 1 жалғасқанда ядролық мембрана жойылады. Центроидтер жасушаның қарама-қарсы полюстеріне жылжиды және олардан бөліну ұршығы таралады. Келесі кезең метафаза 1. Бұл кезде гомологты хромосомалар жасушаның экватор жазықтығына орналасып, қарама-қарсы полюстерден келген бөліну ұршығы жіпшелеріне бекінеді. Анафаза 1 кезінде бөліну ұршығы әр тетрададағы гомологты хромосомаларды ажыратып, оларды жасушаның қарама-қарсы полюстеріне тартады. Жасуша телофаза 1 кезеңіне гомологты жұптардың әр қайсынан бір хромосома жеке полюстерге жеткен күйде өтеді. Алайда әр хромосома әлі де 2 еншілес хроматидадан тұрады. Кроссинговер кезінде аллель алмасуы болғандықтан еншілес хроматидалар енді бірдей емес екенін ескеріңіз. Содан кейін бөліну ұршығы жойылып, ядролық мембрана қайта түзіледі. Соңында цитокинез жүреді. Профаза 2 кезінде ядролық мембрана жойылып, жұпталған центроидтерден бөліну ұршығы таралады. Метафаза 2 кезінде әр жасушадағы хромосомалар экваторға орналасып, 2 полюстен келген бөліну ұршығы жіпшелеріне бекінеді. Анафаза 2 кезінде әр хромосоманың еншілес хроматидалары ажырап, қарама-қарсы полюстерге жылжиды. Еншілес хроматидалар ажырағаннан кейін олар жеке хромосомалар деп аталады. Телофаза 2 кезінде бөліну ұршығы жойылып, ядролық мембраналар қайта түзіледі және 2 жасушада да цитокинез жүреді. Мейоз 2 нәтижесінде генетикалық жағынан әртүрлі 4 гаплоидты жасуша түзіледі. Олардың әр қайсысында бір ғана хромосома жиынтығы болады. Мейоз туралы есте сақтайтын негізгі тұстар. Мейоз диплоидты жасушадан басталады. Мейоз тек гаметаларды түзеді. Гаметалар генетикалық жағынан әртүрлі гаплоидты жасушалар. Ерлерде сперматозоидтар, әйелдерде жұмыртқа жасушалары. Мейоз 2 кезеңнен тұрады: мейоз 1 және мейоз 2. Мейоз 1 кезінде гомологты хромосомалар ажырап, 2 гаплоидты жасуша түзіледі. Мейоз 2 кезінде еншілес хроматидалар ажырап, жеке хромосомаларға айналады. Цитокинез нәтижесінде 4 генетикалық әртүрлі гаплоидты гамета түзіледі. Профаза 1 туралы негізгі тұстар. Конъюгация гомологты хромосомалардың жұптасуы. 4 хроматидадан тұратын жұп тетрада деп аталады. Кроссинговер кезінде
гомологты хромосомалар аллель бөліктермен алмасады. Кроссинговер гаметалардағы генетикалық айырмашылыққа келеді. Миоз нәтижесінде түзілген барлық гаметалар гаплоидты болады.